Анасын іздеген ұл. Менің анамды көрдіңіз бе? Ол қорғансыз болатын. Одан әкем мені тартып алып, қаңғытып жіберіпті. Қазақстанда деп естіп, іздеп келемін, деді бозбала. Олар Түркиядан ұшып келе жатты. Жанындағы әкесі бір кездегі қатыгездігінен Құдайдың қаһарына ұшыраған ба, арбаға таңылыпты. Мүгедек демесең тап-таза киінген, келбетті, сырбаздығы сыртына теуіп сызданады. Қос дөңгелекті арба ұшақтың бизнес-класс бөлімінің кең алаңқайында тұрды. Еркектің белінен төменгі жағы қара барқыт матамен оралған. Баласы жанындағы орындықта. Әкесіне анда-санда бірдеңе деп тіл қатып, әлденені түсіндірген болады. Ал ол ұзақ жолда өздігінен бір тіл қатпадау сабазың. Кейін білдім, тілі жоқ екен. Құлағы естиді. Газет қарап, кітап оқып келді. Мен баланың оң жағында отырдым. Ұшақтағы 5 сағаттық аспан жолында бұрыннан таныс адамдардай тіл табысып кеттік. Алдымен жөн сұрастық. Одан Қазақстан мен Түркия жайында пікір алмастық. Бозбаланың тілі қазақшаға жатық, өзі кісі жатырқамайтын ашық, аңқылдаған ақкөңіл екен. Парижде Сорбонна университетінде оқиды. Француз, ағылшын, неміс, түрік, орыс тілдерінде еркін сөйлеймін. Ана тілімді сүйемін, деді. Есіме өз туған топырағында тұрып, ана тілінде сөйлей алмайтындар түсті. Мына оғланға деген құрметім шексіз болды. Киім киісі Еуропашы болғанымен кескін келбеті қазақ жігітінің сұлтаны екендігін көрсетеді. Ана отырған әкесінің жас кезіндегі көшірмесі. Сөйлегенде тілі майда, білімі терең. Менің ұлым болса ғой шіркін, деп әр қазақтың әйелі армандайтындай ұл. Айтуынша анасынан туа сала тірідей айырылып, есі кіргенде өзі іздеп келеді. Алланың сорлы әйелге осындай саналы ұл бергеніне шүкір. Қазақстанның қай түкпірінде екен, алыста қалған ұлын аңсап, жүрегі қарс айырылып жүр ме екен, өзі тірі ме екен, деп ойлап қойдым. Апай, маған анамды табуға көмектесесіз бе? Менің анам сізге ұқсайтын сияқты. Ес біліп анамды іздей бастағаннан қазақтың әйелі дегендерге сағынышпен қараймын. Анама бір ұқсастық іздеймін. Әлі күнге ешқайсысы дәл сіздей жақын әрі жылы көрінбеді. Сізді әуежайдағы шетелдік төлқұжат тексерген жерде байқадым. Көрдім де қалт тұрып қалдым. Жүрегім осы сенің анаң дегендей қатты-қатты соқты. Сіздің балаларыңызға қазақша сөйлеген даусыңызды естіп, жүрегім елжіреді. Мендегі анаға деген сағыныш, аңсау, алқымыма тығылып тас түйін болып қалды. Жанарыма ыстық жас келді. Әкеме, менің анама ұқсай ма, жаныма жақын көрініп тұр, дедім. Иә, сенің анаң осы кісі қатарлы шығар. Мен көрмегелі де ширек ғасыр болды ғой. Аман болса осындай қартаяр еді, дегендей сізге қарап таңырқап қалды. Айтуға тіл жоқ, жанарымен ұқтырды. Екеуміз ұзақ жылдар сақтап келе жатқан анамның жас кезіндегі жалғыз суретін алып қарадық, деп маған төс қалтасынан өте бір қымбат затты ұсынғандай қара ақ түсті ескіріп қалған кәртішкені шығарып ұсынды. Жапон әншісі Мирей Матиден басталған сесін шаш қою үлгісіндегі менің заманымның бойжеткені маған қарап тұрды. Ақ жағасының шеті шілтерленген, киім үлгісі өткен ғасырдың 80-ші жылдарының аяғынан хабар береді. Аялы қоңыр көздері жуас, жаратылысы момын адам екендігін танытады. Тәмпіш мұрны да мінезінің тік, бір бетке емес, жұмсақ жаратылыс иесі екендігін сездіреді. Мынау бір момын байқұс қой, сонысынан ұлынан айырылып жүрген шығар. Мына кінәсымақтың отырысы жаман, тартып алған шығар, деген ой келіп, мүгедек болса да жақтырмай қарадым. Ол қорғансыз болатын.
Әкемнің туыстары қаңғытып жіберіпті. Қазақстанда деп естіп іздеп келемін. Құдайдың кездестіргені шығар, сізді бірден анама ұқсаттым. Біз жолға жиналғалы 3 жыл болды. Бірақ сәті биыл, әрі осы жолы түсті. Әрі сіз де бірден анам сияқты көрініп кеттіңіз деп жан дүниесімен ақтарылған жігітке менің де шынымен көмектескім келді. Құдай бізді тегін кездестірмеген шығар. Мына баланы анасымен табыстырып сауабын алайын. Байқұс әйелге ұлын таптырып алып қаңғытып жіберген ана мақұлықтың абыройын төгейік деп бар ықыласыммен әйелді іздеуге араласайын деп шештім. Ұшақтан түсе сала олар мейманханаға тартты. Телефон алмасып мен күтіп алған балаларыммен үйге тарттым. Отбасыммен табысып, сағынышымды бөліскен соң күйеуіме естігендерімді айтып едім. Ол сен-ақ осындай бір оқиғаларға ұшырап жүреді екенсің деп мазақтап сенбеді. Ертесіне жұмысқа келіп әріптестеріме айттым. Анасын іздеп жүрген ұлдың мақсатын. Олар сенді. Енді әйелді қалай іздеп табудың жолын бәріміз болып ойластырдық. Естияр бір ағамыз, сен алдымен барлық болған оқиғаны нақтылап сұрап ал. Шамамен қай қалада, не облыста тұрғанын болжа. Түркияға барған ба, не осында туғызып баланы алып кеткен бе анықта. Содан соң хабар арнасына барып, қайдасың бауырымды жүргізетін қымбат досжанды тауып алда, іздестірушілермен кездес деп жөн көрсетті. Сол бағытпен ізгесе жөнелдім. Алдымен әкелі балалар тоқтаған мейманханаға келдім. Мені ертуар анасын іздеген ұл қуана қарсы алды. Тоқтағандары үлкен апартмент екен. Әкесі де арбасын жылдамдата бастырып, ұзын дәліздің бойымен жаныма жетіп келді. Маған күле қарап қолын ұсынды. Қазақтың бір қызын қаңғытып, бауыр еті баласын тартып алып, қаңғытып жіберген жексұрынның қолын ұстағым келмеді. Бірақ ата салттан аса алмай ұсынған қолды қақпадым. Қолы мақтадай жұмсақ, ақсаусақ екен. Киген киімдері мен мына тұрған жайларына қарап, Түркиядағы ауқатты қазақтар екендерін байқамдадым. Жағдайы жоқ, жақсы болған соң оқу іздеп, не жұмыс іздеп барған менің отандасыма бала таптырып алып қуып жіберген ғой деп өкпем әлі қара қазандай. Ертуар бөлмесіне мейрамхананы көшіріп алып келгенде етіп дастархан жасатты даяшыларға. Тамақтана отырып әңгімелестік. Мен алған бағытымды түсіндірдім. Ертуардың қуанғаннан есі шығып отыр. Әкесі де сөз тыңдап, бәрін түсініп, жанары нұрланып, менің әр сөзіме басын изей береді. Бір кезде ұлына иегімен ішкі бөлмені нұсқап, былғары сөмке алдыртты. Оның жез ілгектері мен құпия құлпын ашып, ішінен әдемі блокнот шығарды. Мен оның бипазданған әрбір қимылын бақылаудамын. Еркек әлгі блокнотын маған ұсынды да, ұлына ыммен бірдеңе білдірді. Әкем, мынада бәрін жазғанмын. Егер латын қарпін таныса, оқып шықсын, бәрі түсінеді, деді де маған аударып берді. Блокноттың өте әспетті екенін, сыртындағы алтын жалатыла жазылған Түркия деген жазуы мен ағаш пен теңіз бейнеленгенінен байқадым. Мұқабасы қызғылт, көң, қағазы сарғыштау қымбат қағаз екен. Ұсынып тұрған соң алдым. Латын жазуын ежіктеп оқи аламын дедім. Еркек қуанып кетті. Оның жанарының отынан байқадым. Ертуар мені сыртқа дейін шығарып салып, таксиге мінгізіп жіберді. Мен блокноттағы сырды оқығанша үйге асықтым. Табалдырықтан аттағаннан киімімді жүре шешіп, блокнотты қолға алдым. Бас алмай оқып шықтым. Сонымен мен ата-бабамның топырағын, Қазақстан тәуелсіздігін алған соң іздеп келіп бастым. Бұл 6 ай асып қаңғырып, Памир басып қырылып, Анадолы жеріне жұрнағы жеткен бабаларымның асыл мұраты, аналарымның асыл арманы еді. Азаттықтың таңы атқанын, қазақ туының желбірегенін біз көретін болдық.
ата-баба топырағын біз басатын болдық деп қуанған әкем мені ертіп Алматыға тартты. Әкем Түркиядағы тері өңдеп жүн иірумен айналысатын ауқатты қазақ еді. Қазақстандағы бауырларымыз ол кісіні сыртынан естіп, мақтаныш етіп жүреді екен. Келгенімізді естіп, құшақ жая қарсы алды. Жалғыз тұяғына баба топырағын бастырған әкемнің шаттығында шек жоқ. Игі жақсы қазақтар әкемді күнде үйіне шақырып, тұрмыс тіршіліктерін көрсетті. Алдағы жоспар, арман тілектерімен бөлісіп, арқада жарқамыз. Мен де ағайындардың өзім қатарлы бозбала бой жеткендерімен танысып, достасып, бауырларымен тез тіл табысып кеттім. Күндіз Алатаудың бауырындағы әсем қаланы тамашалап, кешке қарай жастардың бас қосуларына барамыз. Сөйтіп сайрандап жүргенде таныстым ғой осы Толғанаймен. Алып бара жатқан сұлулығы жоқ, монтиған ғана ақ көңіл қыз еді. Мұғалімдік институтта оқитын. Айтуынша ата-анасы қарттар, өте алыс ауылда тұрады екен. Болашақ тағдырым ба, баламның көрер жарығы ма? Әкемнің ортасы әйгілі қазақтардың қыздарымен таныстырса да табысып кете алмадым. Не тапқанымды, не тартқанын қайдам. Албырт көңілді асау сезім арбап, Толғанайдан басқа ешкім көзіме көрінбей қойды. Әкем бір ай туған жердің топырағын басып, елді аралап, сағынышын басып қайтып кеткен Түркияға. Мен Кельндегі оқуым басталғанша тағы бір айға қала тұрдым, жастардың ортасында. Әкем Қазақстан мейманханасынан бөлме жалдаған енді. Сонда қалдым. Үлкен кісі кеткен соң, сонда Толғанайды алып келдім. Ол маған ессіз ғашық па білмеймін, не істесем де көне берді. Менің айтқаным оған заң. Ол кезде екеуміз де 20-ның маңайындамыз. Жастық мастық дегендей, алды-артымызды ойламаймыз. Қыз болып ол да бәлсінбейді. Ертеңгі күнім не болады, абыройым не болады демейді. Күнде түсте, түнде де менің қойнымда. Оған үйленем, еліме алып кетем деп жүрген мен жоқ. Ала жаздай бірге тұрдық та, мен оқуыма кеттім. Телефонмен хабарласып тұрдық. Қысқы демалыста іздеп келдім. Бір түрлі сағынып кеттім. Сірә да сезімім болған шығар. Әйтпесе сол кеткеннен кете берсем, мені іздегеніммен Толғанай таппайды ғой. Телефонмен сөйлесіп жүргенде ештеңе айтпаған еді. Қарсы алғанда бірақ білдім. 2 қабат екен. Іші білініп қалыпты. Мені көріп қатты қуанды. Енді қайтесің десем, білмеймін деп мұңаяды. Сенің балаң ғой, аласың деп те айтпайды. Енді мен уайымға түстім. Қанша айтқанмен Еуропада оқып, біраз нәрсені біліп қалғанмын ғой. Әрі қыздан 3-4 жас үлкендігім де бар. Ол ауылдың аңқау қызы, тастап кері қашып кетуге арым бармады. Түсік жасатайық деп едім, болмайды, ол қимылдайды ғой дегені. Қимылдайды дегеніне жүрегім елжіреп кетті. Мен анадан жалғызбын. Шешем сенен кейінгі бала түсіп қалды да басқа көтермей қалдым ғой деп жылайтын. Әкемнің екінші әйелінен 6 қарындасым бар. Анамның көз жасы есіме түсіп, сен оқуымды Түркиядан аяқтайтын болдым да деп ата-анаңа айт, алып кетейін, сонда босанасың, дедім бар тапқан ақылым. Сонда да байқұс қыз маған үйленесің бе деп сұрамайды ғой. Бәріне мақұл. Жалғыз кетіп іштегімен үштеу болып оралдым. Мені әке-шешем әрине ренжіп қарсы алды. Сонда айттырып қойған қыз бар еді. Әкесі беделді болған соң, әкем оның қызын алуда маған бұйырған. Басым дал болды. Маған Толғанайды қоспасы анық. Енді қайтеміз, дей берем анама. Ол еркекке қарсы келе алмайтын, жылай береді. Толғанайды бәйбішесімен менің анаммен тұруға үкім шығарды да, мен әкем келінге өзі әкеліп салды. Босанған соң баланы алып қалып, қызды қаржымен еліне қайтарамын. Сен оған дейін оралушы болма, деп әмір берді. Қабақ қатулы, баласының шала әсі жанын жеген әке қош деместен мен сабақта жүргенде кетіп қалыпты. Толғанай мамырдың ортасында босанды. Менен кейін шаңырақта болмаған жақсылықты шақырып ұл босанды. Әкем өзі хабарлады.
Даусынан қуанып тұрғанын байқадым. 6 қыздан кейінгі әулете туылған еркек кіндік. Сол қуаныш үшін Толғанайды қайтармас деп ойладым. Оны ішім де қимайды. Қалай болғанда да әкем алдымен айттырған қызды алдыртатыны белгілі. Өлмей аяғымен келген немені менің төсегіме жолатпасы, бәйбішелікке алдырмасы анық. Толғанайды көрсе көңілі бұзылады деді ме, мені оқуыңды жалғастыр деп мұхит асырып Америкаға жіберді. Менің бейшаралығым айтқанынан шыға алмай кете бардым. Анаммен хабарласып жағдай сұрасам, баланы 3 күн еміздіріпті де бауыр басып иіп кетеді деп Толғанайды Қазақстанға қайтарыпты. Қолдан келер қайран жоқ, іш қазандай қайнайды. Тек әкеме телефонмен анасына обал емес пе, балаға да қиын деп міңгірлеп едім. Басың жас, әлі талай қатын аласың. Ана бейшара шешеңе Құдайдың бергені шығар, алданыш етсін. Сен алыста жүргенде атын Ертуар қойдым. Бұл менің кенжем енді, деп шорт қайырды. Тағы бірдеңе деуге менде қайбір күш бар. Тістеніп қала бердім. Сол кеткеннен ақштан 1 жылдан соң бірақ оралдым. Құрылыстың дәурені жүріп тұрған заман еді. Сол саланы терең меңгеріп алу үшін бар күш-жігерімді салып оқып оралдым. Әкемнің мерейі өсіп, мәртебеленіп қалды. Мені дереу досының қызына үйлендірді. Менің тұңғышым, әкемнің кенжесі Ертуар ханзада қолды-аяққа тұрмай жүгіріп жүр.